Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз өзбектің ұлттық тағамы палау даярлаймыз. Ол үшін қазанымызға май құйып алып, етімізді қуырып аламыз. Бүгін менде жылқы еті, тұз сеуіп, бетін жауып 15 минут бұқтырамыз. 15 минуттан соң пияз салып, араластырып аламыз. Ет пен пияз әбден қуырылып болған соң, сәбізіміз салып, тұз сеуіп, араластырып, тағы да 15 минут тұштетеміз. Мінекей біздің сәбізіміз, етіміз дайын. Енді осы дайын болған еттің үстіне жуылған күрішті салып, ыстық қайнап тұрған су құямыз. Су күріштен бір елі асып тұру керек. Енді қақпағын жауып 15 минут қайнатамыз. Қайнап болған палауды жан-жағын көмкеріп, қақпағын жауып, астын басып 5 минутқа қоямыз. Осымен біздің палауымыз дайын. Достар, видео ұнап жатса, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнаға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.